Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Әмір, білесің бе, мақам мател 90 сөзді тобықтай сөзі бір ауыз сөзбен көрсеткен. Мақам мателдің бала тәрбиесінде алар орны зор. Я ислам, білемін. Бала бірінде отбасы ең бірінші мектеп. Бірінші мектептен екінші мектепте отбасы туралы мақам мательдер білетін шулар болуы керек. Олай болса, сұрақ біреу. Жақсы, кет. Қыздар, отбасы туралы мақам мател білесіңдер ме? Әрине, отан қуат, отбасы шуақ, отбасының үнгісі, отан үнгісі. Ал сүйші? Әрине, әркімнің өз жанры аудан, отбасынан бас кетсе, қазынан ас кетеді. Рахмет. Қыздар, отбасы туралы мақам мател білесіңдер ме? Әрине, отбасының сыне сыластық, достың сыне кемастық. Ойда не күрсен, ұшқанда сыны елерсен. Алса іші. Я менде білемін. Үй ішінде жау шықса, тұра қашын құтылмасы. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар. Рахмет. Қыздар, сәлем. Сендер отбасы туралы мақам мательдер білесіңдер ме? Әрине, анысы бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар. Балан жаман болса, көрегенен мазағы. Асызше? Әрине, ата баланың қозғаны, от жақпаған уй, көремен тен, кісі кермеген уй, маламен тен. Рахмет. Ислам, біздің мектепте мақал білетін оқушылар көп екен. Телесесің ба? Әрине, мен де таң қалдым.